Қайырлы күн баршаларыңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, әрі тойымды, тез дайын болатын, үйдегі бар заттармен ғана дайындалатын керемет пияз нанның жасалу жолымен бөлісемін. Ең алдымен қамырымызды илеп дайындап аламыз. Ол үшін жылы суымызға тұзымызды, аштығымызды саламыз. Алдын ала ұнымызды електен өткізіп дайындап аламыз. Ұнымыздың ортасын ашып, сұйықтығымызды құямыз. Сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Лопаткамен араластыру қиын болғандықтан қолыммен илеп дайындап алдым. Құрамына не қосатынымыз, қанша граммнан қосқаным описание бөлімінде жазулы тұр. Менің YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Көптеген рецепттер бар. Алдағы уақытта керемет рецепттер болады. Қамырымыз бір келкі болғанша жақсылап илеп аламыз. Қамырымыз дайын. Бір келкі қып илеп дайындап алдық. Илеп алған қамырымызды 15-20 минутқа пакетке салып, демалдыруға қоямыз. Енді салмамызды дайындап аламыз. Ол үшін ең алдымен пиязымызды ашып, жуып, тазалап аламыз. Пияздарымызды турап аламыз. Қамырымыздың ашытуға қажеті жоқ. 15-20 минут демалдырсаңыздар болды. Мен тек салмасына ақ пияз ғана пайдаландым. Ұнатып жатсаңыздар көк пияз, аз көк қоссаңыздар болады. Пияздарымыздың барлығын турап дайындап алдық. Турап алған пиязымызды ыдысымызға саламыз. Тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Салмамызды дайындап алдық. Енді қамырымызды пакетімізден шығарамыз. Он сүйе отыра бөліктерге бөліп аламыз. Қамырымыздың иінін қандырып, дөңгелектеп аламыз. Шетінен қамырларымызды жайып аламыз. Бір келкі қып жоға болғанша қамырымызды жайып аламыз. Он сүйе отыра. Қамырымызды жайып жатқанда 82% майымызды ертуге қоямыз. Өте жоға қып жайсаңыздар, дәмі керемет болады пияз нанымыздың. Осылай жоға қып жайып алдым қамырымды. Ертіп алған майымды барлық жағына жайып шығамыз. Майлап. Осылай чоткамен барлығын жайып дайындап алдым. 5 минуттай май сіңгенше демалдыруға қойыңыздар. Енді салмамызды салып шығамыз қамырымызға. Барлық жетіне жайып. Салмаларымды салып алдым. Қамырымызды ортасынан бөліп. Жинап шығамыз. Видеода көргендеріңіздегідей. Осылай шетінен жинап аламыз. Қалған қамырларымызды да жинап. Егер қамырымыздың ортасынан бөлме істесеңіздер, ортасы піспей қалуы да мүмкін. Сол үшін осылай видеода көргендеріңіздегідей дайындап алсаңыздар болады. Листімізге орналастырып аламыз. Осылай барлығын дайындап, жұмыртқамыздың сарысына бір қасық сүт қосып, бетіне жағып шығамыз. Әдемілік үшін және өзіміз жақсы көргендіктен күнжіт сеуіп шықтым. Қызып тұрған пеште пісіріп аламыз 180 градуста.
Осымен пияз нандарымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнап жатса лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Таңжарқын. Қош сау болыңыздар.